біреуге ренжу невыгодно, да, понимаете? Қазір обидамен жүру, доказать етемін деп бір кек алумен жүру қазір өте затратно. И энергозатратно, и деньгами затратно. Өте терең негізінде сабақ болатын болады. Сабақты бастамас бұрын біз ниетімізді жөндеп алайық, иә. Көп айтылатын дүние, ол күнделікті естіп жүрген дүние, бірақ соны өмірде қалай қолдануды көп адам білмей жатады, иә. Именно сол жағын тереңірек қазбалайтын боламыз. Өте терең негізінде сабақ болатын болады, бірақ ниет дұрыс болу керек. Себебі, так, не айтады екен, мен қанша курсқа қатыстым, мынаны көре салайықшы, мақұл дейтін болсаңыздар, сіздерде ешқандай өзгеріс болмайды. Сондықтан ниетімізді жөндейміз. Бір ғана дауыс, бір ғана жаңағыдай сөз өмірімді өзгертуге Алла Тағаладан сұрайсыздар. Осы кісіні аузына сал, мен өмірімді өзгертуге бір сөз болса да миыма, жүрегіме сала көрші деп Алладан сұраймыз. Қалғандардың барлығы біз только әрекет жасаймыз. Мен сіздерге бар білетінмен бөлісемін. Сіздер барынша алуға тырысасыздар, ал ары қарай уже Алланың құзырында. Ең бірінші дүние, қыздар, осознанность. Қараңыздар. Мына жерде 2000 біз білеміз, иә, 2020 жылы бізде не пайда болды? Коронавирус келді, иә? Өздеріңіз білетіндей. Неге 2020 жылы өте көп адамдар қайтыс болды, иә? Кішкене ғана жөтеліп қалса, кішкене көңіліне алып қалғандар, қорқып қалғандар бірден қайтыс болып кетіп жатты да. Бірақ біраз уақыт тяжелый болып кеткендерді жақсы болып кетіп жатты, иә? Неге байланысты? Ал кейбір адамдар сол аурулардың қасында жүрсе де ешқандай ауруға шалдыққан жоқ, иә? Неге? Себебі 2020 жылдан бастап жердің мынау жалпы әлемнің вибрациясы, жалпы әлемнің энергиясы, фазасы өзгерді. Неге біз айтамыз, бұрынғы біздің ата-әжелеріміз, жаңағыдай енелеріміз, біз былай өмір сүргенбіз, сендер неге деген сияқты дүние алып келеді. Сондай сөздер айтады, иә, біздің көңілімізге тиетін, жанымызға тиетін, иә. Және де неге өткен ғасырда адамдар жақсы ақша тапқан, жаңағыдай іші тар болса да, өзімен жұмыс жасамаса да, қатты еңбек жасаса да, бірақ өздері көп ақша тапқан. Неге байланысты ол, иә? Ал қазір неге адамдар қатты пахать еткен адамдар ақша таппайды да, жаңа қатты еңбектен маңдай тер төгіп жүрген адамдар ақша көп таппайды да, ал бүйтіп қыдырып жүргендер, на расслабоне жүргендер көп ақша табады. Неге? Сол сұрақтардың бүгін жауабын аламыз. Бір мощный, бір научный дүниемен бөліскім келіп тұр сіздермен. Қараңыздар, адамның эмоциясы бір шкала береді, яғни вибрация береді. Қараңыздар, мына жерде 100 герц деп алайық, иә? 100 герц деп алайық. Бұл қуаныш эмоциясы, иә, яғни әртүрлі эмоция. Қандай эмоция бар? Эмоцияларыңыз жазып кетіңдер. Қандай эмоциялар бар адамда, иә? Қуаныш, реніш, агрессия, иә? Агрессия. Сосын қандай эмоциялар бар? Разочарование, қорқыныш, иә, қорқыныш, тағы да не? Так, сомнение, иә, сомнение. Бола ма, болмай ма дейміз, иә. И мына жақта аурудың вибрациясы бар екен, да? Бүкіл біздің бойымыздағы эмоция, бойымыздағы ой, бойымыздағы әрбір іс-қимыл әрекет біздің ағзамызда бір белгілі бір вибрацияны беріп тұрады екен. Енді мына жерде қорқыныш деген, қараңыздар, қорқыныш ең төменгі вибрацияны береткен. Көрініп тұр ма? Зумдағы қыздар, сіздер Инстаграмнан сосын қайталап көре аласыздар, запись жүріп жатыр. Одан кейін мына жақта махаббат, иә, махаббат сезімі. Одан кейін жаңа қуаныш, күлкі, бір шаттық, иә, бір
сондай жақсы сезімдер, жақсы эмоциялар 100 герцтен жоғары. Мына жақта 120, 180, 200 болатын болса, мына жақта 250, так, былай не текшті. Мына жерде 250 герц, қараңыздар. 250 герц 2020 жылға дейін болған. Ең жоғарғы вибрация 250 герц болған. Бұл благодарность. Благодарность. Қыздар, благодарность. Яғни, қараңыздар, ақша неге келеді? Ақша ең жоғарғы вибрацияға келеді. Адамның ішінде қандай ең жоғарғы вибрация бар, сол ақшаға келеді, сол вибрацияға келеді ақша. Яғни, неге бұл нәрселерді жазып тұрдым? Мына жақта там 80, 60, 50, 40, және де мына жерде аурудың вибрациясы 5 герц болып табылады екен, да? Мына жерде бір определенный, точно деген нәрсе жоқ, но примерно әр источникте әр түрлі жазылады. Жалпы общий түсінік болсын деп айтып жатырмын. Және де қорқыныштың вибрациясы 3 герцті береді екен, да? Және қорыққан адам ауырып қалады. Понимаете? Түсіндіре алып жатырмын ба? Яғни коронавирус кезінде, вирустан қорыққан адам обязательно ауырады. Қорықпаған адам ол жұқтырмайды. Кез келген нәрсені, вот не ойлайсың, неден қорқасың, сол нәрсе болады дейді, Коронавирус кезінде де болды, және де бізде де. Яғни менің енем маған сөйлейді, менің енем маған жаңағыдай недовольный болады деп қорқасын, немесе менің енем маған жаңағыдай бір разы болмай қалады, маған недовольный болып қалады деп қорқатын болсақ, естественно, сол нәрсе болады. Күйеуім маған недовольный болып қалады, оған ұнамай қалады деп қорқатын болсақ, естественно, сол дүние болады. Енді ең жоғарғы бұл, қараңыздар, жер шары қанша миллиард ғасыр бұрын, қанша миллиард жыл бұрын пайда болған, біздің заманымыздан бастап 21 ғасыр болатын болса, біздің заманымызға дейін қанша ғасыр болған, біздің заманымызға дейін бірнәрсе ғасыр деп айтады ғой. Вот біздің 2020 мына 220 деп қойыппын ғой, қалай жасалатын еді өзі деп па? 2020 жылға дейін 250 герц болған. Яғни жер пайда болғаннан бастап, 3 герц, 5 герц, например, 10-шы ғасырларда білмеймін, 60 герц болған шығар, 15-ші ғасырларда, помните, жаңағы 15-16-шы ғасырларда воевать етіп, соғысып, бір-бірінен тартып алып, сондай выживание замандар болған, Кімде көп ақша болды, кім жақсы өмір сүрді, те, у которых жаңағы беспощадность, жалость жоқ, бір сондай бір тас жүректік заман болды, Вот сол заман жаңағы басын шауып ала салады деген сияқты, былай исторический кинолар не қылсаң, көріп отырсаң, бүйтіп спокойно отырып адам басын шауып ала салады, Қазір ондай нәрсе көрсең талып қаласың ғой, Яғни ол кезде для них это было нормально. Енді жаңағы ғасырлар өте келе ең жоғарғы вибрация бізде 2020 жылға дейін 250 герц болған. Даже 1970, 80, 90 жылдардың өзінде мынандай жоғарғы вибрация болмаған, да? Яғни ол кезде адамдар біздің енелеріміз, әкелеріміз выживать етіп, жаңағыдай еңбектеніп, пахат етіп өмір сүрген, адамдардың іші тар болса да, іштарлық, мына жақта барлығы бар ғой, көре алмаушылық дегеннің барлығы, адамдар көре алмай тұрса да, іші тар болса да, жаңағыдай ренжіп тұрса да, обидамен өмір сүре алған. Қазір обидамен өмір сүру өте жаңа біреуге доказать етуге тырысу деген нәрсе, Қазір обидамен жүру, доказать етемін деп бір кек алумен жүру қазір өте затратно. И энергозатратно, и деньгами затратно. Затратно деген ақшалай жаңағыдай да, соның орнына біреуге обижаться еткеннің әсерінен сен қаншама ақша жоғалтасың да, представляете?
сен біреуге ренжу арқылы, біреуге претензия қою арқылы сен қаншама ақша жоғалтасың. Иә? Яғни мына жерде 2020 жылға дейін 250-ге, помните, благодарность деген кітаптар бар, благодарность туралы жаңа техникалар бар, көп мықты техникалар бар, и благодарность жазу арқылы, благодарный болу арқылы біз не істейміз? Үлкен жаңағыда жоғарғы энергияға жетеміз, жоғарғы энергия арқылы бізге ақша келе бастайтын болады. Бірінші техника, мен всегда айтамын, там миллион рет естісеңіздер де, бірақ жасап жүрген жоқсыздар, просто осыны жасаймыз, окей? Қазір мен сіздерге бірінші техника, осы благодарность, қыздар, просто благодарностьтің өзі өте мықты нәтиже береді. Так, благодарность болғанда мынандай благодарность. Мынандай благодарность. Кім сізге ұнамайды? Күйеуіңіз ұнамайды ма? Жаңағы енеңіз ұнамайды ма? Ұнамайтын адамдардың кіммен постоянно сондай бір конфликт болып қалады, кіммен постоянно бір ренжіп жүрген адамыңыз, сол адамға 77 благодарность жазасыз. Техника 77 благодарность. 77 благодарность. 77 благодарность. Яғни әрбір жақсы қасиетін жазсаңыз болады. Бір сізге жасаған әрбір жақсы әрекеттері бар ғой, жоқ емес қой, қыздар. Біз ойлаймыз да, егер біз айтамыз да, ренжу как энергия жоғалтқан сияқты ақша жоғалтады дейді. Ренжу деген энергияны жоғалтқан сияқты ақша жоғалтасың да. Біреуге ренжу невыгодно, да? Понимаете? Біреуге ренжу это совсем невыгодно. Ренжіп тұрсың ба, на месте ана ішінде тырысып, бырысып, көтеніңді тырыстырмай, на месте айтып, все, надо забыть, да, об этом, ал біз деген көтін тырыстырып алып жүреміз ғой. Вот сол сияқты.